Сәлеметсіздер ме, шебер қолдар үйірмесіне қатысушы оқушылар. Сіздерді бүгін қашықтан сабақ беру тақырыбы қайық жасау үлгісімен таныстырамын. Қайық жасау үлгісін жасау үшін бізге ең бірінші қажет заттармен таныстырып өтейін. Ең бірінші керек бөтелке, пластмассы бөтелке, екінші екі таяқша, үшінші резеңке, төртінші скотч не болмаса изолент таспасы, бесінші пластикалық карта, алтыншы қайшы, не болмаса пышақты пайдаланамыз. Енді осы құралдарды пайдалана отырып, біз қайық жасау үлгісін бастаймыз. Ал оқушылар, біз енді қайық жасауды бастаймыз. Берілген таяқшамызды алып, жаңағы берілген кола бөтелкесіне изолент таспасы арқылы біз бекітеміз. Бірінші жағынан, одан кейін екінші жағына келесі екінші таяқшаны қоямыз. Таяқшаны қойып, осылай таспаны бекітіп аламыз. Одан кейін бұл мықты болу үшін, ол екі таяқшаның бөтелкенің соңғы жағына тағы да біз оны таспамен бекітуіміз керек. Міне біздің таяқшамыз бөтелкеге толығымен бекіді. Енді біз оның артық изолентті кесіп тастаймыз. Мінекей біздің қайығымыздың негізгі пішіні пайда болды. Енді жаңағы алынған резеңкені алып, осы таяқшаға бекітеміз. Мінекей резеңкеміз таяқшаға бекіті. Енді айтылғанда жаңағындай пластикалық картаны алып, біз оны ортасынан екіге бөлеміз. Екіге бөліп, енді оның ортасынан кесіп, бұл екі карточканы біріне бірін кигіземіз. Бүйтіп, осы екі карточканы біріне біз кигіземіз. Енді осы берілген карточкамызды жаңағы қайықтың резеңкесіне апарып кигізіп қоямыз. Міне біздің қайығымыз дайын болды. Енді осы дайын болған қайығымызды резеңкеге карточканы бұрап отырып, дайындап апарып суға жүргізіп көрейік. Жұмысымыз осымен аяқталды. Енді біз осыны суға жүргізіп көреміз.